Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Әңгімені аяғына дейін тыңдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жанардың көз жасы тоқтар емес. Өмірінің бір бөлігі үзіліп қалғандай, жүрегі мұздап, кеудесі бос қалғандай күй кешті. Ол қанша сенгісі келмесе де, шындық өз дегенін істеді. Мәди оған сатқындық жасады. Бірнеше күн өтті. Мәди хабарласпады. Жанар да үнсіз қалды. Ол өзін сабырға шақырып, бәрін артқа тастағысы келді. Бірақ оңай емес. Телефонын қолына алған сайын, әдеттегідей Мәдиге жазғысы келетін. Бірақ өзін тоқтатты. Айсұлу құрбысын бір көргеннен ақ оның өзгергенін байқады. Жанар, сен жақсысың ба? Көздерің ісіп кетіпті. Жақсымын, деді ол күліп. Бірақ көзіне жас үйірілді. Сен Мәди туралы ойлауды доғар. Ол оған тұрмайды. Жанар үнсіз басын изеді. Бірақ жүрегі басқа нәрсе айтқысы келді. Күндердің бір күнінде Жанарға бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Кешірші, саған бәрін түсіндіргім келеді. Кездесейікші. Бұл Мәди еді. Жанар телефонын ұзақ ұстап тұрды. Қайта-қайта оқыды. Жауап жазғысы да, жазбақсы да келмегендей күй кешті. Маған бәрін түсіндіргісі келеді. Бірақ бәрін көрдім ғой. Не үшін тыңдауым керек? Ол телефонын бір шетке тастады. Бірақ ойынан Мәди шықпады. Шынымен кездесу керек пе? Әлде бұл тағы бір алдамшы үміт пе? Жанардың жүрегі бір түрлі сезімге толды. Мәдиге деген үміті тағы да өшіп бара жатқандай болды. Бірақ өзіне сенуге тырысып, алға қадам басып отырды. Ол өз жанын түсінуге тырысып, не боларын білмеді. Қалада жаңа өмір бастау оңай емес еді. Әр таң сайын жаңа мүмкіндіктер ашылып жатқан сияқты. Бірақ бәрі бірдей сенімді болмады. Мәдиге деген сенімнің бәрі жанарында бір жіппен байланып тұрғандай еді. Бірақ сол жіп күн өткен сайын әлсірей бастады. Мәди жиі қоңырау шалып, тек қысқа хабарлар жіберіп, ештеңе түсінікті айтпады. Оған ешқандай жауапты күтпеген Жанар оны түсінуге тырысты. Бір күні Жанардың күткені жаман болды. Мәди күтпеген жерден басқаша адам болып шықты. Әр нәрсені өзгертті. Сөйлеген сөздері, қылықтары да өзгере бастады. Жанар оған сенгеніне өкініп қалды. Ол өзіне бір сұрақ қойды. Мұның бәрі менің қателігім бе? Қалада жаңа өмір бастау оның үшін шынымен қиынға түскен болатын. Мәди тек өкінішті қуаныш әкелген секілді. Ал шын мәнінде ол өзіне деген үмітін жұтқан еді. Бірақ Жанардың жүрегіндегі сәтсіздіктер оны ешқашан тоқтатқан жоқ. Ол ішкі жан дүниесін тыңдап, жаңа күш тауып, жалғыздыққа бой алдырмай, болашағын қайта құру үшін күреске кірісті. Жанардың өмірінде тағы бір қызық оқиға болды. Бір күн оның алдында жаңа адам келді. Бұл жаңа адам оның әлемін мүлде өзгертті. Алайда Жанар Мәдиге деген үміттен бас тартып, жаңа жолға түсуге дайын еді. Бірақ бұл жол оның қандай тосын сыйларға толы екендігін ешкім біле алмады. Жанар жаңа адамды Әлібекті кездестіргенде, алғашқыда қалың ойға батып, күмәнданған болатын. Әлібек бір қарағанда өте қарапайым, бірақ ерекше тыныштық пен сабырлылық танытатын адам еді. Оның жанында болғанда Жанарға тыныштық сезімін ұғынуға болады. Бірақ ол әлде бір сенімсіздік пен қорқыныш сезімнен арыла алмай жүрді. Әлібек оны ешқашан Мәди сияқты алдаған емес. Ол Жанарға өзін шынайы адам ретінде көрсетіп, әрбір сөзін анық айтты. Бірақ Жанардың жүрегінде бір үміт жалындап тұрғанымен, ол Әлібекке шынайы сену үшін уақыт қажет еді. Кез келген жаңа бастама күмәнмен кездеседі. Ал Жанардың өткен тәжірибесі оны сақ болуға үйреткен еді.
Бір аптадан кейін Әлібек Жанарды жақын танып, күн сайын бірге уақыт өткізуге шақыра бастады. Жанар әлі де ойлануды жалғастырды. Бір күні Әлібек оған жаңа идея ұсынды. Неге сен жаңа жолды бастауды өзіңе қиянат көресің? Сенің армандарың мен болашағың тек сенің қолыңда. Ал мен сенің жаныңда болуға дайынмын. Бірақ шындықты ұғынып, сенің өзіңе деген сеніміңді арттыруың керек. Жанар Әлібектің сөзіне тоқтап ойланды. Ол өмірінде алғаш рет біреудің шынайы жақындығын сезінген еді. Мәди сияқты біреу болмауы мүмкін еді. Бірақ Әлібек оған күтпеген күш беріп, шындық пен үмітті қайта жандандыра білді. Кейінгі аптада Жанар көп өзгерістерді байқады. Ол Әлібекпен бірге жаңа дүниелерді, өз армандарын жүзеге асыруды бастады. Алайда, бұл жаңа қарым-қатынас оның жүрегінде бұрынғы дағдарыстардың белгісін қалдырды. Оның барлық сезімі, үміттері мен қателіктері жаңа жолға бағытталды. Жанар өмірінің жаңа тарауын аша отырып, өзінің өткеннен сабақ алып, бірдеңеге сенудің маңыздылығын түсінді. Мәди сияқты адамнан кейін Әлібекке деген сенімі тек өзі үшін ғана маңызды болар еді. Ол екеуі болашақта қандай сынақтарға тап болса да, өздерінің шынайы жүректеріне сүйеніп, алға басуға шешім қабылдады. Алдында жаңа белес, жаңа үміт, жаңа сезімдер күтіп тұрды. Бірақ бұның бәрі Жанардың қолында еді. Әлібекпен бірге жаңа өмір бастағанда, ол өз тағдырының шын мәнінде кілтін тапқанын сезді.